Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Бүгін Құбыла медиа каналымызда кезекті сұхбат. Бүгінгі студиямыздың қонағы осы Орал қаласындағы Ар-Рахман мешітінде тарауих намаздарына имамдық етіп жүрген Мырзагелді Иманәлі Бейбітұлымен сұхбат құратын боламыз. Иманәлі, қош келдің студиямызға. Қош көрдік. Енді алғашқы сұрағымыз, бірінші өзіңізбен жақынырақ таныссақ, қай өңірдің тумасы боласыз және қайда білім алдыңыз? Осы жөнінде бір кеңірек тоқталып өтсеңіз. Ең алдымен Аллаға сансыз мақтаулар және де пайғамбарға салауат пен сәлемдер болсын. Мен туған жерім Шымкент. Шымкент қаласында туылғанмын. Енді руымды сұрайтын болсаңыз, ол жақ Түлкібас. Түлкібас өңірінен. Бұл Орал қаласына екінші рет тарауихқа, Ар-Рахман орталық мешітіне екінші рет тарауих өткізіп жатырмын осы жылы. Алдыңғы жылда келген болатын, осы жылда. Жалпы дәл қазір Иордания мемлекетінде, бас қаласында, Амман қаласында университетінде оқып жатырмын. Әлемдік ислам ғылымдарының университеті атауы. Сол жерде қазір екінші жыл, иншалла. Енді қалай, осылай Құран жаттадың, қалай болды десеңіз, мен кішкентайымнан бастағам. Кішкентайымнан әкем өзі жаңағы 5 жасымнан өзі жаңағыды бастатып, өзі жаттатып, әліпбиді, араб алфавитін өзі үйреткен. Өзі үйретіп, ең бірінші енді қазақша хат таныған. Қазақша хатты енді 4 жасымда таныған шығармын, 4 жасымда таныған. Сол кезде қазақша нені танып, жаңағы сол кезде енді үлкен бір әліппе деген кітап болады мынандай. Сол кітаптан үйренген есімде. Кейін 5 жасымда әкем өзі отырғызып, жаңағы нені мұғалім саниді оқытып, соны оқып, әйтеуір бітіріп, ары қарай 30-шы пара, яғни мынау қысқа сүрелер бар ғой, соларды жаттатып, әкем соларды жаттатып, соңғы сүрелерден бастап, солай жаттап, ары қарай ол кезде біз Астанада едік. Астанада, әкем өзі Нұр Астанада имамдық қызметте етін. Сол кезде жүріп, кішкентай сүрелер жаттап, ары қарай Нұр Астанада бір ұстаздың қолында сол бір параны жаттадым. Жаңағы 30-шы параны ше. Сол Жандос деген ұстаз етін. Сол жерде жаттап бір параны. Одан ары қарай сол жерде бір пара жаттап, ары қарай мына Қосшыдағы Қауамаддин Әл-Итқани Әл-Фараби Әт-Түркистани атындағы қарилар орталығы бар. Сол жерде мені әкем Сәдуақас қариға, Сәдуақас ұстазыма сол кісінің қолына берген. Сол жерде жаттап, Құранды жалпы солай менің Құранға деген жаңағы бастау сол жерден басталған негізі. Сол медреседе оқып, сол кезде 6 жаста едім. 6 жаста солай жаттадық. Енді әр нәрсенің бастауы болады, әр нәрсенің бастауы қиын болады, негізі жалпы. Кез келген нәрсе, мысалы айтады, қазір Құранды қалай жаттаймын, Құран жаңағыдай үлкен құсап, жаңағы 30 пара енді көп құсап көрінеді, дұрыс қой, көп қой. 600 бет. 600 бет, иә. Ойлайды, мен бұны бәрі жаттай алмаймын дейді да, бастай алмай жүреді. Мысалы, негізі кез келген нәрсені бастау, ол қиын болады негізі адамға. Кез келген нәрсенің фундаментін дұрыстап құру керек дейді ғой. Мысалы айтқанда, себебі ол бейтаныс нәрсе болғаннан кейін адамға ол қиын болып көрінеді. Мысалы не бар? Кез келген нәрсе. Мысалы бір спорт түрі болсын, басында ол мысалы қарайсын, не істеп жатыр мынау дейсің, мысалы дұрыс па? Қалай бұлар күресіп жатыр деген сияқты ойлайсың. Бірақ кейін соны қайта-қайта тәжірибеменен және де қайта-қайта қайталауменен сол нәрсенің маманы болып кетесің, былай айтқанда. Күресі болсын, мысалы бизнес ашқанда да, мысалы бірінші басында барлығынан сразу саған бірден доходтар келе бермейді ол. Басында кішкене ұтыласың мүмкін, немесе біраз жылдан кейін ол сенің жемісін береді, дұрыс па, сол бизнестің өзі. Басында кәдімгідей қиналасың, ұйқы болмайды деген сияқты мысалы. Сондай сияқты басында қиыншылығы болады. Сол секілді Құранның да басын бастау қиын болады. Басында адамның миы да ашылмай тұрады.
адамның миы да ашылмай тұрады. Басында жаттағанда енді кішкене ғана жаттау мүмкін. Сол кезде адам ойлап қалады да, басқа жаттап жүрген немесе Құран жаттаған адамдарды естісе, олар мен 4 беттен жаттағам, 3 беттен жаттағам деген естиді да, мынау жаңадан бастап жатқан адам қарайды, жаттайды, бір-ақ қатар жаттайды, сонша қиналып жаттайды, бір қатар жаттайды да, ойлайды, мен Құран менікі емес екен ғой дейді, сөйтеді да тастап қояды. Жоқ, ол солай басталады. Мысалы, мен сол кезде жаттап жүрген кезде ең басында 3 қатар жаттайтын едім. 3 қатар жаттадым, кейін 5 қатар болды. Сөйтіп жүргенде дәл сол секілді менде де ой болды. Мен кішкентай болсам да, сол кезде 6 жасымда болсам да, сол кезде балалар бар екен, жаңа 11-ші сынып оқиды, 10-ші сынып оқитын үлкен балалар ғой енді. Солар 2 бет жаттайды, 1 бет жаттайды. Мен мына жақтан қараймын, 3 қатар, 5 қатар жаттаймын жаңа. Енді ойланамын ғой енді. Мен не үшін осындай аз жаттаймын? Деймін да, ұстазыма барып сұраған есімде. Ұстазыма барып сұрадым. Мен айттым, қараңызшы, мына балалар 2 бет жаттап жүр дедім да. Неге мен солай жаттай алмаймын? Неге мен 3 қатар, 5 қатар жаттаймын дедім да. Сол кезде ұстаз айтқан маған, сен еш қам жеме, сен уайымдама. Сен қазір 3 қатар, 5 қатар жаттайсың. Кейін уақыт өте келе сен 1 бет болады, көресің әлі дейді. Кейін 1 бет болады, кейін 2 бет болады. Көресің солай өзің қалай жаттау қабілетің артқанын дейді да. Яғни зейін ашылады екен. Адам жаттай бергеннен зейін ашылады. Тура сол секілді болды, солай болды, айтқан секілді болды. Енді басында солай 5 қатар жасадық, кейін жарты бет болды, кейін 1 бет болды, кейін 2 бет болды, кейін 3 бет болды, 4 бет болды мысалы. Аз-аздан үздіксіз. Аз-аздан үздіксіз, кейін зейін де дами береді да. Адам бір орнында тоқтап қалмау керек, дамыта беру керек да. Мысалы енді қарасаңыз, неше жыл кетті сонда? Жалпы мен негізі 6 жасымда бастадым, бірақ 12 жасымда қари болдым. Енді арадағы кішкене үзілістер болды, енді бірден жаңағыдай отыра салып күніге ондай болған жоқ, арада үзілістер болды, әртүрлі нәрселер болды. Солай 6 жылда негізі 12 жасымда қари болдым. Және де мен қари болғанда басын аяғына дейін жаттап алу болмады да менде. Мысалы 5 пара жаттаймын, 5 параны жақсылап қайталаймын. 10 пара жаттаймын, 10 параны жақсылап қайталаймын. 15 пара болады, 15 параны жақсылап қайталаймын. Солай. Негізі шынымен де Құран жаттаған кезде әрдайым қайталаумен бірге ұстап жүру керек. Ал егер де сен басынан бастап жаттай беретін болсаң, сен артына естен шығады да, аяқтаған кезде қайттан басына бастаған кезде жаңадан жаттаған секілді болады да, кейін ол адам Құран тастап қояды. Болды. Себебі Құранды жаттау оңай, қайталау қиын. Енді ойлайды адам, қалай жаттаған нәрсесін қайталау қиын деп. Ол мынау нәпсіге қиын. Адам сонша қиналып 30 параны жаттаған кезде, басында шыққан кезде қайттан ұмытып қалғанын көреді да, ана несі желаниесі де кетіп қалады да, қайттан жаттаймын, қайттан ұмытып қаламын ғой деген ой болады. Сол үшін де асықпау керек қари болуға. Негізі. Енді асықпау керек дегенде асығу керек қой, бірақ қайталап 5 пара боламын, 5 параны қайталап, 10 пара боламын, 10 параны қайталап, солай жүретін болса, ол жақсы жетістікке жетеді да. Құран әрдайым енді Құран болғаннан кейін Құран біріншіден мұғжиза, Алланың кәләмі, Алла тағала қалаған адамына береді. Ол адам Құранды сақтау үшін, ішінде сақтау үшін әрдайым Құранды қайталап жүру керек. Солай. Одан кейін мысалы айтады ғой енді кішкентай кезден бастадым, 6 жастан бастадым, айтады кішкентай кезде бала ойнамай ма дейді. Ойнайтын ойын жасы ғой ол дейді. Сен жаңағыдай ойыннан алып қойып жатсың ғой деген сияқты әңгіме болуы мүмкін, немесе сондай сұрақ туындауы мүмкін. Негізі айтқанда жас кішкентай балаға керісінше оқыту керек. Ол бала бар ғой, ол оқса да, ол ойынды тауып алады екен бәрібір. Оқып жүріп те ойнайды екен ол. Мысалы мені былай істейтін, 1 бет жаттасаң, енді кейін уже 4 бет жаттайтын уақытқа жеткен кезде бір күнде 1 бет жаттасаң жарты сағат ойнап келесің дейді. Сол жарты сағат есімде ғой, сол жарты сағат ойнау үшін ана 1 бетті жаттауға тырысатынмын ше. Тез жаттап жаңа жарты сағат ойнау үшін. Мысалы сол жарты сағат уақыт береді, бар шығып кел дейді, 1 бет тапсырып беремін, бар шығып кел дейді. Жарты сағатты барып жаңа ойнап келесің ғой енді ше, кір дейді, қайттан кіресің, тағы 1 бет жаттайсың, тағы жарты сағат ойнайсың. Солай мысалы күніміз өтті ғой, асыр мен шамның арасында тағы демалыс бар. Көрдіңіз ба? Міне осылай ойнадық, осылай жеттік. Мысалы негізгі себепкер болған бұл әкеңіз, Құран жаттауға. Одан кейін жаңағы Садуақас ұстаз. Садуақас ұстазым. Сол жерде бастадым. Кейін
Шымкентте Мұхаммед Ражап деген кісіде ары қарай жалғастырдым. Иә, солай болды. Одан кейін Қырғызстанда емендік ұстаздан ижаза алдым. Ең алғашқы тарауих намазына шыққан бұл 9 жас деп. Иә, 9 жасында. Ол Астана қаласында, иә? Астана қаласында Ғылмани мешітінде Абдуғаппар деген кісі, ол кісі менің ұстазым болған. Жалпы ұстазым көп. Сол кісінің өзі маған кішкене Құраннан сабақ берген екен, сол кісіде де оқыдым. Сол кісімен бірге неде Ғылмани мешітінде өттік. Бірақ мен енді ол кезде енді ең бірінші жыл болғаннан кейін негізгісін ол кісі өтті ғой. Мен жай жанына енді кейбір ол кезде бірінші 10 пара бар ғой. Бірінші 10 параның соңғы 4 ракағатына шығып өттім. Ең бірінші жыл солай басталды. Солай енді кейінгі жылы да солай болып, кейінгі жылы одан кейін 10 параға өтіп, ары қарай енді солай Құранды толық өтіп, сол уақыттан бері тарауихта енді қалмады. Аллаға шүкір. Жақсы, жаңа сөз басында айтып қалдыңыз, бұл Орал қаласына екінші мәрте келуім деп жатсыз, иә? Осы Орал қаласына екінші мәрте келуіңізге не түрткі болды? Және Орал несімен ұнап жатыр сізге? Не бар Оралда десең, қайта. Енді біріншіден өте маған Оралдың негізі қонақ жайлылығы ұнады. Енді әрбір өңірдің орны әртүрлі, өзінше. Әрбір өңірдің орны. Әрбір өңір қонақ жай. Бірақ енді Оралға келетін болсақ, Оралдың сондай маған қонақ жайлылығымен ұнады, және де халқы ұнады. Мен бұрын шынын айтқанда былай еститім, батыстағылар жаңағыдай кішкене сөзі ауыр. Солай еститім мен. Бірақ бұл жаққа келіп шынымды айтайын, ол нәрсені байқамадым мен. Кәдімгідей кез келген адам жұмсақ сөйлесуі, және де мешіттің жамағаты, және де мен таңғалғаным басындағы күндерде тарауихта мынау Ар-Рахман орталық мешіті, іші толып, үсті толып, асты толып, сыртқа шығып, аяз, ана кез сыртта тұру мүмкін емес. Мен өзім қалың курткамен келдім, сонымен сыртта тұрудан жаурайсың. Сол уақытта сыртта жайнамазын төсеп, аяз болып жатыр, мысалы ше, қыс қой енді ол кез. Келіп, не істеп жатыр да? Оқып жатыр да, тарауих намазын 20 ракағат тұрды. Мен сол нәрсеге риза болдым. Және де 8 ракағаттан кейін шығу деген болмады негізі. 8 ракағаттан кейін шығып кетпеді. Одан кейін тұрды барлығы ше. Мен сол нәрсеге риза болдым. Енді жамағаттың жаңағы дінге деген осы өңірге өте керемет жеткен болып тұр да, дін. Және де жаңа айтып отырмын, қонақ жайлылығымен ұнады деп жатырмын. Одан кейін жамағаттың сұранысыменен екінші мәрте келіп қалдық қой, жамағаттың сұранысыменен келіп қалдық, иә. Түсінікті. Және де біз енді халқымыз жалпы Құранды сыйлай білген, Құран жаттаған қариын қонақ шақырса төрін берген сондай бір елміз. Жалпы енді Құранда да сондай бір аят келтіреді, қателеспесем, Ахзаб сүресінде ме, негізінде біз арасында аманат ретінде Құранды осы жер көкке тауларға түсірген едік деп. Бірақ олар осы жауапкершіліктен қашты деген сияқты, жауапкершіліктен бас тартты деп. Біз осы Құранды аманат ретінде адам баласына берді дейді. Енді осы Құранды көтеріп жүру қаншалықты жүк, қаншалықты ауыр, қаншалықты жауапкершілігі ауыр. Енді Құран Алла Тағала қалаған адамына береді дедік, Құранды жаттау. Біріншіден, біз мынау Құран жаттауымыз ол бір себеп. Былай айтқанда, басқа адамдардың Құран тыңдауына бір себеп. Кез келген адамды Алла Тағала негізі бір жерге қойып қояды екен. Орнына себепкер ретінде ше. Мен мысалы Құран жаттадым, осы даусыммен мысалы тарауих намазын өткізіп жатырмын. Бірақ сол даусым арқылы, сол Құран жаттағаным арқылы қанша адам мысалы артында тұрып намаз оқып Аллаға құлшылығын жасап жатыр. Мен былай айтқанда себепкермін да. Енді Алла Тағала себепкер ретінде мені таңдаған. Ал енді жауапкершілік қаншалықты деп жатсыз? Жауапкершілік әрине өте ауыр. Құран жаттағанның жауапкершілігі негізі. Қалай десеңіз, жалпы мынау өзіңіз айтып жатсыз, біздің халқымыз төрге шығарған деп айтып жатсыз. Енді Құран жаттағаннан кейін, шынында да қазақ халқы қариларды қатты құрметтейді. Бірақ енді Құран жаттап жатқан кезде, Құран жаттау немесе Құран бастайын деп жатқан кезде ниет дұрыс болу керек екен. Адамның ниеті дұрыс болу керек. Иннамал аъмалу бинният дейді ғой хадис шарифте. Кез келген амал ниетпенен болады.
біз жақсылықпенен де біз ниетіміз жаман болып жақсылық арқылы, сол жақсылық істегеніміз арқылы біз сол нәрсе бізге кері әсер етуі мүмкін. Және де сол секілді Құран жаттауымыз да бізге кері әсер етуі мүмкін. Алла сақтасын ол нәрседен. Қалай десе, ол нәрсені біз Құран оқыған кезде, Құран жаттаған кезде рия үшін немесе ертең қазақ халқы құрметтейтін халық деп, мені құрметтесін деп жаттайтын болсақ, бізге ол кері әсерін береді екен Құран. Және де Құранды жаттағаннан кейін ең басты тәкаппарлықтан арылу керек. Тәкаппарлық деген кез келген адамда мынау жүректе кішкене тәкаппарлығы бар адам жәннатқа кірмейді дейді. Былай қарасаң, не үшін тәкаппарлығы бар жәннатқа кірмейді десең, былай қараңызшы. Ол нәрсенің барлығын Алла тағала береді ғой. Сен кімсің тәкаппарланатын, дұрыс па? Мысалы, мына Құранды да жарайды, мен бір бүйтіп жаттағаным бар, бірақ негізі Алла тағала беріп жатыр ғой маған, дұрыс па? Сол Құран жаттауды таңдап мәселен. Одан кейін Құранды жаттағаннан кейін әрдайым оған қызмет ету керек, әрдайым оны амал етіп жүру керек, және де адамдардың сені қари деп шақырады ғой. Қари деп шақырғаннан кейін қари деген атағына ие болу керек. Мысалы, қари деп, бірақ сен ана жақта басқа тірлік істеп жүрсең, мысалы, қари деген сөздің қадірі кетеді. Сен сол арқылы Алланың алдында жауап бересің. Сол арқылы сен қари болғаннан кейін кез келген жерде жүрген жеріңде негізі қари адам ол үлгі болып жүру керек жаңағы адамға. Мысалы, қараңызшы, бір мысалы қари адам немесе бір имам кісі кетіп бара жатса, мына жақтан адам қарады, жүргені жаңағыдай жаман нәрсе немесе бір әдепсіз қылықтар істеп жатқан болса, мысалы соған қарап, қари соны істеп жүр, имам соны істеп жүр, біз кімбіз деген сияқты ой болады. Одан кейін солай ойлауы Алланың алдында біз жауап береміз. Біз осылай Құран жаттағаннан кейін осы жолға ислам дініне қызмет етеміз дегеннен кейін соған қарай біз мінезімізді де дұрыстауымыз керек. Әр адамның өзінің бір мінезі болады, дұрыс. Бірақ сол мінезімізді дұрыстап адамдарға көркем мінезді ислам дінін көркем жеткізуіміз керек екен. Сол арқылы мына жауапкершілігі осы жақта, және де тағы бір жауапкершілігі Құранды мынау жаттағаннан кейін ұмытуға болмайды. Себебі ұмыту ол күнә дейді. Енді былай қарасаңыз, не үшін десе, мысалы, Құранды ойлаңызшы, сіз Құран жаттадыңыз, адамдар сізді қари дейді, дұрыс па? Және де айтады, 70 адамға шапағатшы дейді, Құран жаттаған адам қиямет күнінде жәннатқа кіргізеді дейді 70 адамды. Ата-анасына тәж кигізеді дейді, мысалы. Дұрыс қой. Енді солай болғаннан кейін оны қари деп атап, әрдайым төрге шығарып, әрдайым құрметтейді. Ол адам Құранды ұмытып қалса, оның сол жағынан күнә. Құранды ұмытып қалу күнә. Әрдайым қайталап жүру керек. Себебі сен басында жауапкершілікті алдың ба, Құран жаттаймын деген мақсат қойдың ба, болды. Әрдайым сол Құранды есте сақтап, әрдайым Құранды мида ұстап жүру керек. Әрдайым қайталау керек. Жарыста қатысып жүрген кезде нелер сұрадым, жаңағы басқа мемлекеттен келіп жатқан қарилардан. Көбісі кішкентай кезінде жаттаған ғой, Құранды кішкентай кезінде жаттап тастаған. Кейін өмір бойы жаңағыдай қайталап жүреді. Өздері бір басқа маман. Біз мына Құран жаттаған адам міндетті түрде имам болу керек деген нәрсе жоқ. Құран жаттап ал, ары қарай кез келген салаға бар. Мына Құран жаттағаннан кейін адамның зейіні мынау күшейеді да, кәдімгідей кез келген салаға икем болып қалады деген. Негізі. Енді икем болып қалады дегенде бәрібір де оны сразу бастап есеп кете алмайды, бірақ мынау ми дамығаннан кейін оның ми жұмыс істеу қабілеті де бәрібір жоғары болады да, жоғары болады. Мынау не деді? Енді университетте оқып жүрміз ғой, басқа да қари балалар бар, кәдімгідей түсінігі жақсы, мысалы фиқты түсіну қиынға соғады да, кейбір не деген мәселелер бар, өте қиын мәселелер бар, мысалы. Сол мәселелерді тез түсініп алады, қарап отырсаң. Ол жақта жаңағыда кімдерді сразу біледі. Мен барған кезде қаримын деп айттым, мен Құран жаттадым десем, болды деп жаңағыдай сол жерде кішкене кісілерден не алғаным бар, тәлім алғаным бар. Енді басында арабтардан емес, кісілерден алғаным бар. Сол кезде түсінік жақсы болады, қари болу керек деп. Олардың өзі біліп қалғанда, уже қанша адамға үйреткеннен кейін біліп қалған, Құран жаттаған адамның тез қабылдап алатын. Сондықтан да біз көптеген барлық ғалымдарымыз ең бірінші бастаған кезде мына Құраннан. Құран жаттаған, кейін ары қарай өзінің саласына. Құран жаттаған, кейін ары қарай өзінің саласына. Кез келген ілім болсын, Құран жаттағаннан кейін Құранды күніге бір Құран жаттап пысықтап алғаннан кейін күніге бір
20 минут уақытыңызды кетіріңізші, болды. Жарты сағат уақытыңызды. Ең аз дегенде бұл бірақ. Сол бір параны қайталайсыз, күніне келсе бір пара 20 беттен қайталап жүрсеңіз, иншалла ол миыңыздан шықпайды. Және де Алла тағала Құранды сақтаймын деді, Құранды сақтаймын деп қиямет күніне дейін. Ал енді тарауих намазына келетін болсақ, тарауих намазына хатым жасаймыз, қарилар хатым жасайды. Мына тарауих намазы негізі қариларға берілген үлкен нығмет қой. Бұл қариға да берілген үлкен нығмет, және де жамағатқа да берілген үлкен нығмет. Енді қараңыз, сол тарауихта мысалы имам болып оқимыз, қандай пайдасы бар? Сол жерде имам болып оқимыз. И оның Құранның сауабы бар, дұрыс па? Құранның сауабы бар. Құранның сауабы жазылғаннан кейін артында қанша адам тыңдап отырса, тура сол имамның оқығанындай сауап жазылады да. Алла тағала сауапты ешқашан аямайды құлына. Енді және де тағы бір қариларға нығмет дегенім, бұл жамағатқа нығметін айттым. Енді қариларға нығмет дегенім ұмытпауына себеп Құранды. Көптеген қарилар бәрібір басқа салаға кеткеннен кейін мына Құранды кішкене кейбір уақыттарда тастап қоятында уақыттары болады. Болуы мүмкін. Енді мысалы проблемалар болып қалуы мүмкін, мәселен. Сол арқылы Құран тастап қоюы мүмкін. Сол кезде тарауих намазы, Рамазан айы келген кезде тарауих намазını бір ай өтіп қояды да, Құран қайттан қалпына келеді. Көрдіңіз ба? Солай секілді әрбір жыл сайын тарауих намаздарына қарилар өтіп тұрады, и солардың Құранды естен шығармауларына үлкен себеп та бұл. Енді Алла тағала қараңызшы, соның өзін бізге барлық нәрсені бізге бүйтіп реттеп қойған да, былай айтқанда, реттеп қойған. Былай мысалы тарауихта да солай реттеп қойған. Бізге бұл үлкен нығмет тарауих намазы. Жаңа енді өзіңіз айтып отырсыз тарауих намазы деп. Енді тарауих намазы бар, қарилар шығатын, одан алды жарыстары бар. Сондай кезде қалай дайындық жасайсыздар? Жарыстың кезінде ме? Жарыс бар, тарауихқа шығу бар. Енді бұл жарыс, тарауих, бұл кездерге дайындалу әрбір қария әртүрлі дайындалады. Ол бір жағынан жаттағанына байланысты. Қалай жаттаған, Құраны қаншалықты мида тұр, қаншалықты ол несіне сіңген, миына сіңген. Көбінесе негізі кішкентай кезде жатталған нәрсе тас сияқты, тасқа қажалып жазылған сияқты қалады дейді. Расында да солай. Расында да кішкентай балаға жаттаған Құран, ол өскенде де кәдімгідей тұрады екен. Кішкене бір қайтадан есіне түсіп, егер мүлде оқымай қойғанның өзінде де кішкене оқса есіне түсіп, сондай болады да. Ал енді жарысқа қалай дайындаласың десеңіз, мен жарысқа уақыт қалған кезде, бір ай қалған кезде мен 5 парадан оқимын, 10 парадан оқимын, біреуге тапсырамын, жақын қалған кезде 15 парадан тапсырамын, солай тапсырып, Құранды қайта-қайта хатым қыла берем, сөйтіп жарысқа шығамын. Ал тарауих намазына қалай десеңіз, тарауих намазына шынын айтқанда Рамазаннан алдын бір рет қайталауым мүмкін, бір рет қайталаймын Құранды, енді хатым қылып та. Ал тарауих кезінде бір рет қайталап шығамын тарауихқа. Сол күні оқылатын? Сол күні оқылатынды бір рет оқимын да, кешке сол тарауихқа шығамын. Түсінікті. Енді сол Құран жаттау жаңа сіз 6 жасынан бастадым деп айттыңыз ғой, 6 жастан 12 жасқа аралықта деп. Енді қазір таңда 30-ға жуық, әлемдік деңгейде 30-ға жуық тәсіл бар деп айтылады, немесе одан да көп болуы мүмкін. Қандай бір тәсілдермен сіз жаттадыңыз? Енді Орта Азиялық дейді, Пакистандық деп жатады. Мен шын айтқанда ол тәсілдің жаңағы аттарын, жаңағы қайсысы қалай екенін қатты білмейді екенмін. Енді турецкий стиль деп айтады, арабский стиль деп айтады. Енді әр стильдің өзінің үлкен плюстары бар негізі. Турецкий стильде бірінші параның бірінші 2 бетін жаттайды, мәселен. 30 параға болады да. Бірінші параның 2 бетін жаттайды, екінші параның 2 бетін жаттайды, үшінші параның 2 бетін жаттайды, солай 30 параға дейін кетеді. Кейін қайттан бастайды да, бірінші параның 4 беті, ана 2 бет қайталау болады, ана 2 бет жаттау болады, көрдіңіз ба? Бірінші параның 4 беті, екінші параның 4 беті, солай кетеді. Үшіншісінде 6 бет болады. Енді адам күшіне қарай. 2 беттен алады, мүмкін 1 беттен алады. Солай 6 бет қып, кейін 8 бет қып, солай бір параға дейін жеткізеді ғой. Енді бұлай негізі жақсы пысықталады, дұрыс. Бірақ негізі кішкене қиын істейді. Бірақ мен бұлай жаттамадым. Мен қалай жаттадым? Мен кәдімгідей, мысалы, жаттаған кезде енді мысалы 1 бет болады, санақ жасау керек дейді, бірақ мен құп көретінім басынан бастап әлі оқымай жатып санақ жасауды құп көрмеймін. Себебі ол тек қана тілге жатталып қалады.
миға да жатталу керек. Басында мысалы бет болма, басында несін бір аят жаттадыңыз. Басында енді тіл үйретіп алу үшін кішкене 33 рет па оқып алуға болады енді. Мүмкін 100 рет, адам өзінің күшіне қарай қаншалық тіл үйренгенше. Кейін бірінші аят жаттайтын едім. Мысалы бірінші қатар дейік, екінші қатар жаттаймын, екеуі қосып жаттаймын, үшінші қатар жаттаймын, үшеуін қосамын. Жаттау мысалы біреулер былай жаттайды. Бірінші қатар, екінші қатар, үшінші қатар, төртінші қатар жаттап кете береді да, кейін басынан қайталайды. Ол кезде кішкене ауыр болып қалады, бір жағынан кішкене пысық болмай қалады. Қалай десе, бірінші қатар, екінші қатар, екеуін қосып, үшеуін қосып, төртеуін қосып, бесеуін қосып, алтауын қосып, солай бір бетке дейін жеткізсе, мына басы қайталана береді да. Мына жаттадым, мына жақ қайталана береді. Солай жаттап, бір бет жаттадыңыз ба, енді санақ берсеңіз болады. Енді қанша санақ бересіз, қанша күшіңіз жетеді, санақ бере беріңіз. Себебі сіздің ол ойыңызға да миыңызға сіңді. Миыңызға сіңгені мына аяттан кейін мына аят келеді дегені сіңді. Кейін тіліңізге де сіңеді. Санақ арқылы. Санақтың пайдасы өте зор. Бірақ былай жаттағанның да пайдасы бар. Тек қана санақ жасай беретін болсаң, ол сен тек қана тіліңе сіңеді да. Тіліңе сіңеді, мида болмай қалады. Түсіндіңіз бе? Солай. Түсінікті. Енді жаңа жарыс деп жатырмыз. Әлемдік деңгейде өзіңіз енді қатысқан қандай жарыстарға шықтыңыздар? Кеше болған Қазақстандағы халықаралық жарыс болды. Ең бірінші халықаралық Құран жарысы. Сол жерге қатыстым. Одан кейін Сауд Арабиясына қатыстым. Осыған байланысты қазір бір әңгімені айтайын. Мынау неде Мысырға қатыстым. Сауд Арабиясына қатыстым дедім ғой. Негізі былай болған едім. Мынау Қазақстаннан 2022-де бірінші орын алған болатын. Қазақстан бойынша Қызылорда қаласында болған жарыста. Қызылорда қаласында. Одан алдыңғы жыл емес, 2020 жылы бір жарыс болды. Сол жердегі жарыста мен екінші орын алдым Қазақстан бойынша. Бірінші орында Абдуғаппар деген, жаңа айттым ғой, ғылмани мешітінде бірге өттік деп. Сол кісі менің ұстазым болған. Сол кісі бірінші орын алды. Мен екінші орын алдым. Сөйтіп, сол жылы енді бұйырмады бірінші орын. Алланың қалауы ғой, хайыр. Кез келген нәрседе хайыр болады дейді. Негізі мысалы біз кейбір нәрсе мысалы хайырлы деп ойлауымыз мүмкін, бірақ ол біз үшін хайырсыз. Немесе бір нәрсені біз хайырсыз деп ойлауымыз мүмкін, біз үшін ол хайырлы болады. Себебі біз білмейміз. Алла тағала ең жақсысын біледі. Аллаху я'ламу ва антум ла та'ламун. Алла тағала біледі, бірақ сендер білмейсіңдер дейді. Алла тағала біледі. Мысалы, сол жерде бірінші орын алуында хайыр жоқ та. Сразу адам бір жетістікке жетпесе, сразу сөйтіп түсіну керек екен адам негізі. Жетістікке жетпей қалды ма, солай түсіну керек. Екінші орын алып қалдың ба, ол бірінші орында сенде хайыр жоқ. Немесе бірінші орынға ана кісі сенен гөрі лайықтырақ. Алла тағала оны біледі, Алла тағала әділ. Және де екінші орын алып қалдың ба, демек осыда хайыр бар. Мүмкін енді бір Алла біледі ғой. Дәл сол жылы бірінші орын алғанымда осы мысалы оқуға кетпес пе еді, мәселен. Немесе біз білмейміз ғой. Мүмкін Құдай сақтасын, тәкаппарланып кетем ба мен мысалы. Бірінші орын алғаннан кейін Құдай сақтасын мысалы. Біз ол нәрсені білмейміз, Алла тағала біледі, сол үшін де бізге орынды бермейді екен кейде. Мысалы сол жерге қанша адамдар қатысады, қаншама 20-30 адам қатысады. Жүздеген адам Құран қатысады. Негізі олардың барлығы Құранды жаттаған, Құрандары сұрасаң, кез келген жерден сұрасаң, оқитын кісілер барлығы. Барлығы ол мен бірінші орын алғанға мен олардан мықтымын демеймін. Олардың әрқайсысы мықты қарилардың. Дәл сол жарыстың кезінде Алла тағала кімге оқуды қалайды, ол сол оқиды. Кім қателескенін қалайды, сол қателеседі. Ол қаншалықты ол сен миыңда тұрсын, сен оны қанша рет қайтала Құранды, немесе қаншалықты оңай жер болсын, сен оқи алмай қалуың мүмкін Алланың қалауымен. Себебі Алланың кәләмі. Оны болды, оққым келеді, болды, мына жер менде пысық деп оқи салатын нәрсе емес. Алла тағала қаласа сен мүлде оқи алмай қаласың ол жерде. Сондықтан мен айтқым келетінін, ойлайды ғой енді. Бірінші орын алғаннан кейін бұл ең мықтысы деп ойлайды. Олай емес. Біз просто тура сол кезде оқып қалдық та. Тура сол кезде Алланың қалауымен сол орынды алып қалдық. Енді сол жерде екінші орын алып қалдым. Жаңағы әңгімеге оралатын болсақ, сол жерде екінші орын алып қалдым. Кейінгі жылы негізі мынандай ереже бар еді. Екінші орын, үшінші орын алғандар кейін қатыспайды деген ереже бар еді.
бірінші орын алған, екінші орын алған, үшінші орын алғандар қатыспайды кейінгі жылдары. Қазақстанның ішіндегі жарысқа сол жарыс қатыспайды деген ереже бар еді. Кейін мен кейінгі жылы қатыса алмадым Түркістанда болған жарыста. Ол жылы қатыса алмадым. Кейін сол жылы ереже өзгерді. Ереже қалай болды? Бірінші орын алған адам қатыса алмайды, бірақ екінші орын алған, үшінші орын алған адам қатыса алады деген ереже өзгерді. Сөйтіп мен 2021-де қатыса алмадым да 2022-де қатысатын үміт пайда болды. Енді қатысуға мүмкіндік пайда болды деген. Мүмкіндік пайда болды. Енді ереже өзгергеннен кейін кішкене дайындалдым. Одан кейін барып Сауд Арабиясына сол 2022-де Сауд Арабиясына жіберу керек болды қари. Сол жаққа Қазақстанның атынан. И қарады да 2020 жылы кім бірінші орын алды? Бірінші орын алған кісі Абдуғаппар ұстаз еді, мен ұстазым. Сол кісі бірінші орын алған етін, бірақ ол кісінің жасы асып кетті. Ол жерде 25 жасқа дейін екен. Ол кісінің жасы асып кеткен болғандықтан екінші орын алған адам жіберейік деді Сауд Арабиясына. Сөйтіп екінші орын алған адам мен. 2022 жылы сонымен мен баратын болдым. Дәл сол жылы Қазақстанда да жарыс болып тұр ғой. Қазақстанда жарысқа қатысайын деп тұрмын. Енді мен екінші орын алғанмын Қазақстан бойынша. Сөйтіп іріктеу болды Таразда. Тараздан іріктеуінен сол жерден өттім. Бірінші орын алып, іріктеуден өттім. Енді мынау жарыс. Қазақстаннан бұл, Қазақ республикалық жарыс. Енді сол республикалық жарыстан тура сол айда 10 күн арысы берісі Сауд Арабиясында жарыс. Сол республикалық жарыстан алдым. Сауд Арабияда жарыс. Сол кезде есімде Сауд Арабия жарыста барған кезде келу рейсімнен кейін бір 5 күннен кейін ба сондай едім. Қазақстанда болатын республикалық жарыс. Сөйтіп Сауд Арабиясына бардым. Сауд Арабиясына барып сол жерде қатысып бірінші іріктеу болды. Іріктеуден өттім Алланың қалауыменен. Кейін жаңа Меккен Қағбаның жанында Әл-Харамда болды. Сол мешітте. Сол жерде болды жарыс. Ол жерден оқыдым енді Алланың қалауымен. Бірақ енді кішкене қателесіп қалдық енді. Қателесіп қалдық сол жерде кішкене. Енді ол жерде білесіз ғой кішкене. Тың деген бір не болса болды түсесің. Сен ол жерде қанша деген қарилар бар. Солай Алланың қалауымен солай оқыдық. Енді Аллаға шүкір. Сол жерде Қағбадан енді дұға қыламыз ғой. Дұға қылған кезде жаңа дұғаларымыз жасадық. Соның ішінде негізі мынау Қағбада дұға қабыл болады деген негізі рас екен. Рас екен деген рас қой бұл. Бірақ енді таза өзім көзім жетті да. Сол жерге барып Қағбаның алдында дұғамды жасадым. Енді жарыс қой мына жерде. Жақта жарыс. Аллам дедім. Мына ертеңгі болатын жарыста дедім. Аллам бір рет болсын қателеспей оқиыншы дедім. Бір рет болсын қателеспей оқиыншы дедім. Ертең болатын жарыста. Сол жерде сөйтіп дұға қылдым. Кейін рейс, қайту рейсі ұзарып кетті. Тағы бір 2 күнге жылжып кетті. Уже мен миымда ойлап отқам, республикаға барып, елге барып, 5 күнде қайттан қайталап бір хатым жасап кейін шығамын ғой деп. 2 күн тағы жылжып жерді, сонымен 3 күн ғана қалады ғой. Сөйтіп Астанаға түсеміз, Шымкентке тез келіп, сол жерде балаларға Құран тапсырып, сонымен 2 күннен кейін жарыс болды. 3-ші күні 10 парадан тапсырдым. Сөйтіп 3-ші күні, бірінші күні, жарыстың бірінші күні 30 паралыққа шықпайды екен. Ол күні де 10 пара тапсырдым. Сөйтіп 2-ші күні шығатын кезде шығып, Алланың қалауыменен тура сол Қағбада дұға жасағанымдай бір рет қателеспей оқу нәсіп болды да Алланың қалауыменен. Жаңағыдай бір рет қателеспей, сол 5 сұрақты да Алланың қалауыменен жақсы оқыдым. Сол жерде кәдімгідей енді ол жерде атмосфера бөлек енді бар ғой, енді қиын өте. Жаңа шығасың, жаңағыдай бәрібір қобалжу болады ол жарыс болғаннан кейін. Сол жерден шыққаннан, сол жерде жаңағыдай кәдімгідей Қағбадағы дұғаның қабыл болатынын сол жерде сезіндім да. Кәдімгідей бір рет болсын қателеспей деп дұға қылдым. Тура сол секілді Алла тағала менің дұғамды қабыл етіп, сол жылы қателеспей оқу нәсіп болып, сол жылы 2022 жылы бірінші орын алу нәсіп болды. Түсінікті, Алла разы болсын. Енді жаңа сөз басында айтып қалдық қой, қарилардың оқу стилі дедік, турецкий дейміз, арабский дейміз. Жалпы сол сияқты мақам бар. Түріктердің мақамы бар, арабтардың мақамы бар. Осы мақамды арнайы қарилықта оқытады ма, үйретеді ме? Немесе өздеріңіз белгілі бір қариларға қарап қойып аласыздар ма? Мақам деген негізі, мақам ол өз бөлек білім. Мысалы, ол қарилардың оққанына қарап еліктеп оқу, ол бөлек. Негізі мақамды өзін үйрететін
медреселер бар, бірақ мен шынымды айтсам ондайда оқымадым. Мақам үйрететін жерде. Жаңа турецкий деп жатсыз ғой. Турецкий дегенде мақамдар жарайды, бірақ кішкене мынау турецкий стильде оқу деп айтады. Ол негізі мынау махаражға кішкене қайшы келіп қалатындай кездер болады. Именно түрік несінде. Қалай олай болып қалған білмедім, бірақ мысалы жаңағыдай уаладдоллин деген оны уалаззолин, және де олар сенеді сол нәрсе дұрыс екеніне. Дұрыс деп сенеді сол нәрсені. Және де мысалы ан'амту дегенде ту қылып айту керек дейді. Олардың өздерінің сондай бір стильдері бар, және де соны дұрыс деп санайды. Именно осы дәл осыған келетін болсақ дұрыс емес. А бірақ оқу мақам, махраж бөлек, тәжвид бөлек, мақам бөлек. Енді турецкий деп жатсыз ғой. Түріктердің махраж жағы, шығару жағы, енді олардың да оққан жақсы оққандары бар, енді арабтарын үйреніп, бірақ енді өзінің жаңағы осы дұрыс деп санайтын сол стильді айтып тұрмын да мен. Сол стильдегі мынау уалаззолин дегенде бұлар енді қате. Бұлар өздері дұрыс деп санайды. Махраж жағынан қате кетеді. Тәжвид жағынан да қате кетуі мүмкін. А бірақ мақам жағынан, әр жердің өз мақам болады, бірақ оның арнайы медресесі болады. Ал мен мысалы оқуым, ол мен өзім былай білмеймін, енді өзім оқимын, сол оққан даусым, ол ешқандай бір мақамнан үйренбегем. Бірақ енді мүмкін жаңағы бір қариді тыңдап, слух дейді ғой енді, сол қариді тыңдап, соны естіп, соған салуға тырысып, кішкене сөйтіп оққан да бар. Солай да болады. А бірақ жаңағы таза мақамның өзінің ілімі бар негізі, солай үйрететін, солай естіген. Бірақ мен ондай медреседе оқымаппын негізі. Ал өзіңіз бір абзал көретін не жоқ та мақам? Мына елдікі маған кішкене жақынырақ деген секілді. Өзім енді емендік ұстаздан ижаза алдым дедім ғой. Ол жерде енді негізі мынау ижаза бергенде де махраж жағынан кішкене арада таластар бар. Мысалы бір жерде былай оққан дұрыс дейді, бір жерде былай оққан дұрыс дейді. Қарилар негізі мысалы Түркиядан алып келіп жатыр, мысалы бір ұстаздан алады да, басқа ұстаздардың барлығын қате деп ойлап қалады. Бірақ негізі олай емес. Ол кісілердің де өздерінің ұстанымдары болады. Бұл кісінікі де дұрыс, бұл кісінікі дұрыс. Иншалла Алла Тағала ол үшін жазаламайды. Алла қаласа, Алла кешірімді, мейірімді. Бірақ дұрыс емес та, мына бір ұстаздан оқыдың, ана ұстаздікі қате, мына ұстаздікі қате, бәрінің қате деп. Бәрінікі өзінше дұрыс. Егер де жаңағыдай кітап бар, тәжвидтің махраждың кітабы бар, сол кітапқа сай болатын болса болды. Бірақ былай өзінің ұстанымдары бар. Мысалы Құран оқыған кезде бір кісілер болады дейді, мынау бетті бүйтіп істеуге болмайды дейді, оқытқан мысалы мәтін созған кезде деп мысалы бүйтеміз ғой. Сол кезде мысалы созуға болмайды деп айтады, мынау нені қимылдатуға болмайды дейді, кірпікті бүйтіп түптікке оқу керек дейді. Сондай бір ұстанымдар бар. Сондай секілді кішкене арада жаңағыдай келіспеушіліктер болуы мүмкін, бірақ негізі барлығынікі ижаза берушілер енді өздерінше дұрыс қой, иншалла. Өздерінше, егер де кітапқа сай болатын болса, тәжвид махраж кітабына сай болатын болса, өзінше дұрыс. Енді мен өзім емендік ұстаздан алдым, бірақ ол кісіге Алла разы болсын. Және де Аллаға мыңда бір шүкір деймін, сол жерге барып ижаза алғаныма. Себебі енді ана кісі оң қирағат иесі, одан кейін білім беру, жаңағы Құранды үйрету, қалай ижаза алдыру өте керемет та стилі. Біз күніге 5 пара тапсыратынбыз, одан бөлек ижаза тапсыратынбыз. Күніге 5 пара. Солай 1 жыл бойы жалғасты. Күніге 5 пара. Сол жерде де кішкене Құранның жақсарғаны бар. Аллаға шүкір деймін. Сол жерде ойлаңыз, енді бір жыл бойы күніге 5 парадан қайталап отырсаң, енді ол Құран бәрібір енді кіреді ғой. Сол үшін солай 5 пара тапсырып, былай ижазаны алып отырмын. Сол медреседе бір қызық болды. Мен махраж алу бұл өзінше бір қиын негізі. Бірақ мақсат қойсаң, енді жетуге болады ғой кез келген нәрсеге. Бірақ өзінше бір қиын. Енді мен ойлайтын шынына келгенде, махражға бармай тұрып, енді Құран жаттағам, одан кейін оқысам жаңағыдай бір жақсы дұрыс шығаратын сияқты көрінем да. Бүкіл әріптерді анық шығаратын сияқты көрінеді. Бірақ ондай емес. Негізі кез келген адамда махражында қате болады. Оқымаған адамда, махраж оқымаған адамда кез келген адамда қате болады. Ол бәрібір тіл деген дәл дөп деген жеріне тимейді да бәрібір. Сол кісіде оқыған кезде ол кісі енді Алла разы болсын, өте қатты қарайтын еді. Басында енді ро әрпіне біраз жүрдім, 2 ай кәдімгі айнаға қарап ро деп, сол секілді жуан әріптер до деп қайта-қайта айтып, айнаға қарап қайта-қайта айтып, то әрпінде 1 ай жүрдім, ро әрпінде 2 ай жүрдім. Солай кәдімгідей бір әріпте қиналып кетесің енді бар ғой. Сөйтіп жүргенде
бір әріпім шықпай қояды ғой менің. Бір әріпім шықпай қояды. Қай әріп десеңіз, ләм әрпі. Олай қарасаң, кез келген адам шығара алады. Ләм, оңай ғой, ләм. Просто сол дәл дөп деген жеріне тимейді екен. Ләмнің мынау тіл болса, төбедегі тиетін кезде мынау тілдің ұшы кішкене жайылып тию керек екен да. Мен мына тілім қысқа болғандықтан şimdi тип қалады екен. Лә деп ше, тип қалады екен. Сондай болады. Бірақ оны тек қана мынау махарадж үйренген кісі ғана байқау мүмкін оны. Көптеген адам байқамайды. Негізі байқамау мүмкін, бірақ бәрібір енді қате да ол. Сол үшін ол кісі айтты. Мен қатты ұстанамын деді. Менен ижаза деген бір түсіндіре кетейін. Ижаза деген ол пайғамбарымыздан келе жатқан шежіре былай айтқанда. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам шәкірті болады да ижазалаған адам. Солай не болды? Сол жерде бір әріп шықпай кетті, ләм әріп шықпай кетті деді. Ұстаз маған айтты. Сен деді, мен саған айтайын деді, қанша ауыр болса да, сен қанша әріпің шықса да, бір әріпің шықпаса мен саған ижаза бере алмаймын деді. Сен бұл жерде қанша жыл жүр, бір әріпің шықпаса мен саған ижаза бере алмаймын деді. Одан кейін мен қиын ғой енді өте ол. Қанша жыл жүрсің, сонша тырысып жүрсің. Анау әріп шықпайды енді бар ғой. 3 ай уақыт өтіп бара жатыр, шықпайды. Қайта қайталаймын, шықпайды. Сөйтіп жүргенде енді сөйтіп қайталап жүріп, кейін бір күні сол кісінің шәкірті, ол кісіден кішкене махараджан үйреніп қалған, сол кісіге бардым. Өзім мынандай ой болып кетті да, мен осы тілім қысқа емес па деген. Шәкіртіне бардым. Ұстазға бармадым. Шәкіртіне бардым, енді көптен бері оқып жүрген. Айттым, қарашы осы мен тілім қысқа емес па дедім. Қарады. Жода сен тілің қысқа сияқты дейді маған. Сен бір ұстазға айтып көрші дейді. Мен барып ұстазға айттым. Барып айттым. Ұстаз, оппа деді ғой. Сенің тілің қысқа екен деді ғой. Тілің жетпей тұр екен деді. Кәне айтшы деді. Айтамын ләм әрбір. Тілің жетпей тұр екен дейді. Сөйтіп ұстаз айтты. Бұның бір жолы бар деді. Тек бір жолы бар деді. Қандай десе, сен тіліңе операция жасап, тіліңнің астына ұзартады екен. Сол жерде операция жасап, тіліңді ұзартып, келсең, кейін шығарсаң, мен саған кейін ижазаңды беремін деді. Айтпесе жоқ деді, кешірді. Сонымен мен ойландым енді. Саған ары ойланамын, бері ойланамын, бәрі қорқасың ғой, тіл болғаннан кейін егер сөйлей алмай қалам ба деп қорқасың. Бәрі де қорқыныш болады екен да. Сөйтіп жүргенде ойландым енді. Ойландым ішімнен. Осы кісінің ижаза алуы міндетті емес қой. Дегенде ой болып кетті да. Басқа кісінің олармын сол ижазаны дегенде ой болып кетті да. Сөйтіп, себебі қорқып тұрмын ғой енді тілімнен. Кейін бір кісі бар еді, сол жерде үлкен кісі. Шақырды мені. Жүргенімді көрді да. Бері келші деді. Бардым, алдына отырдым. Сен деді, солай деп айтыпты ғой саған ұстаз деді. Иә. Сен деді, одан алдын айтпақшы, бір нәрсе есіме шығып кетті. Бардым мен. Бір жерге бардым. Тілімді не істеу үшін бір орыс кісі, үлкен кісі өйтіп шықты. Ана кісінің қорықтым, қолдарды жаңағыдай өйтіп. Содан кейін барып бірден жоқ деп кетіп қалдым. Медресеге қарай қайттан кеттім. Қалаға барып келгенмін негізі. Медресеге қарай кеттім. Сөйтіп ойланып жүрмін, ары ойланып жүрмін, бері ойланып жүрмін. Кейін сол кісі шақырды мені, шақырып отырды. Сөйтіп ойланып байқап жүрмін деді. Сен деді, еш уайымдамай Аллаға тәуекел ет та, бар тіліңді операция жасатсай деді. Себебі деді, бұл саған берілген сынақ болуы мүмкін дейді да. Бұл кез келген адам өзінің бір сынағы болады. Бұл саған сынақ дейді. Одан кейін сен ертең қиямет күні келгенде Аллаға айтпайсың ба дейді да. Сол кезде айтпайсың ба, мен сенің кәләміңді шығару, Алланың кәләмін шығару үшін тілімді кестірдім деп айтпайсың ба дейді да. Мен сол мотивациямен жаңағыдай болды кет деп. Сол жерде бір шәкірт бар еді, стоматолог. Сол кісінің бір досы бар екен, сондай тіл ауызының жаңағыдай нелермен айналысатын. Сөйтіп сол кісіге барып, сол кісі жасады. Бұл Астана қаласында, жоқ, бұл Қырғызстанда болды. Қырғызстанда. Сол жерде не істеп, кесіп тілімді. Бір апта сөйлей алмай жүрмін, негізі тіл тез жазылады екен. Бір апта сөйлей алмаймын. Мүлдет жаңағыдай тілімді көтере алмаймын, бүйтіп жүрем, амалдап барлық нәрсені. Ешнәрсе жемеймін, жей алмайсың ғой енді. Тек қана бүйтіп йогурт алдырып келетін, йогурт аламын да бүйтіп жай аузымды ашам, үстіне салам, жұтам.
дәмінде дұрыстап сезе алмайсың ғой, әшейін тек қана жұтасың, болды. Өлмеудің тірлігі да әшейін. Сөйтіп жаңағыдай сөйтіп жүріп, бір аптадан кейін жазылды ғой. Бір аптадан кейін жазылып, 2 апта ма дәл есімде жоқ. Сөйтіп жазылып, ұстаздың алдына барып отырдым. Алдына барып отырдым да, айт, ұстаз дедім, естіңізші мен. Ұстаз, барлығын тоқтаңдар деді. Барлық Құранда оқып отыр ғой. Барлығын тоқтаңдар деді. Шыға айттым, қарап тұрды да, болды деді ғой. Ұстаз ше, болды, машалла, керемет деді. Содан кейін бар, сол қуандым, енді сөйтіп жүріп, ары қарай ижазам жалғастырдым. Ижаз тоқтап қалған еді, 1-2 парада. Ары қарай жалғастырмай тұрмыз ғой. Себебі менің ләм әрпім шықпайды, сен соны дұрыстап алуың керекпін. Сөйтіп соны дұрыстап алғаннан кейін ары қарай жалғастырдым. Уже 1 пара, ұстаз мені 1 пара, 1,5 пара алып, тез қарап тастады. Басқа шәкірттерім тез қарап тастады. Былай айтқанда көрдіңіз ба? Әншейін бір бұл өмірде негізі сәттер болады да, сол сәтте дұрыс шешім қабылдап қалу керек да. Көрдіңіз бе, мен сол кезде мысалы кетіп қалсам, осы отырған халіме жетпес пе едім да. Сол бір сәт шешіп келеді да барлық нәрсені. Сөйтіп Алланың қалауымен сол сәтте мысалы тілімді Аллаға тәуекел етіп солай болды енді Алланың қалауымен. Бірақ қазір енді Аллаға шүкір деймін да, енді сол нәрсе болғанына. Одан кейін барып сөйтіп жүргенде бір сөзім шықпайды ғой тағы. Уже тілімді кесіп болғам негізі. И қай сөз десеңіз, қалу деген сөз шықпайды. Арабшадан аударғанда олар айтты деген. Қалу дегенде, қа деген жуан ғой. Жуан әріп шыққан кезде, лу деген жіңішке әріп қой. Жуан әріптен жіңішке әріпке барған кезде тілім қиналып қалады екен да менің. Лу деген шықпай қалады. Шығады, бірақ дұрыс тимейді екен. Кейін соны қайта айтам, қалу деп айна қарап айта берем. Түсіме де кіріп шыққан шығар. Сөйтіп жүріп, асханаға барам, асхана тамақ ішемін, мысалы тамақ күтіп отырам, айта берем, балалар кәдімгідей маған, болды, қойшы дейді ғой. Болды енді, кішкене сабақ кезінде оқысайын, миымыз ашып жерін деп айтады да кейбір балалар. Болды енді деп ше, енді сояқтан балалар ғой, енді оларды ойлаңызшы, қайта біреу қалу деп жүрсе, енді кішкене жүйкеңе де тиеді ғой бәрібір. Сөйтіп жүргенде сөйтіп жүріп, мысалы қалу деп қайта шығарып жүріп, сөйтіп жүргенде ұстаз бір күні онытта шықты деп айтты. Сөйтіп Алланың қалауымен сол жерден енді ижаза алып келдік қой. Сондай кез келген жерде мынау осы уақытқа дейін мысалы қаншама нәрсе оқысақ та, ол кез келген ілім жолында жүрген адам біледі. Құранда Алла тағала айтады ғой, Құранды жеңілдетіп түсірдік деп. Иә, әрине, жаттау кәдімгідей шынын айтқанда, мына 600 бетті жаттау қиын көрінгенмен ше, оңай. Мына қазақшадан көру оңай болып кетеді кәдімгідей. Оны Құран жаттап жүргендер түсінеді. Қазақшадан көру оңай болып кетеді кәдімгідей, олар сезінеді сол нәрсенің оңай екенін. Оңай болса да, бірақ бәрібір де арада қиыншылықтар болады, арада сынақтар болады. Сол сынақтардан енді мақсат қойып, сол нәрсеге жетемін деп мақсат қоятын болса, иншалла кез келген адам жетеді ғой. Мақсаттан, және де ортада ше, бір сәттер болады, сол жерден қайтып кетуге бір себептер туа бастайды. Оң жақтан, сол жақтан әйтеуір себептер туа бастайды. Сен кетуің керексің, мынандай болып қалды деп ой салады. Мысалы, ойлар келеді, бірақ сол ойлардың бәрінен арылып, жоқ, мен Құран жаттаймын деп мақсаттан арылмаса, мақсатты жетем десе, иншалла жетеді ғой, Құран жаттайды ғой. Түсінікті, керемет. Енді жаңа Орал қаласына 2-ші рет келдім дедіңіз, 2-ші мәрте келіп жатырсыз. Жалпы осы Орал халқының жамағатын десек болады, Құранға деген құрметін, жалпы Құран үйрену деген қызығушылығын қаншалықты бағалар едіңіз? Қызығушылық өзім байқағаным бойынша өте керемет деп айтқым келеді. Себебі енді кездесіп жатырмын, жаңағыдай ұстаздың шәкірттерімен барып отырып кездескен кезде шақырыпты, барсам кәдімгідей әңгіме айтып отырсам, кәдімгідей мынау көздерінен сондай бір не сезіледі да, Құран жаттаймын дегенше, кәдімгідей сондай нәрсе сезіледі. Жаңа әңгімелерін айтқаннан кейін, одан кейін Құранға деген қызығушылықтар артып жатқанын кәдімгідей байқадым негізі. Енді мен мысалы осынша әңгімелерін айтып отырғанның бірден бір себебі, қанша нәрселер айтып отырсам да, оның барлығының бір себебі осы халқымыз Құранмен бейімделсе екен. Балалары мысалы осы арқылы, осы мені есту арқылы, менің айтқанымды есту арқылы әйтеуір
құранға деген қызығушылықтары артса екен деп айтамыз ғой. Осылардың барлығын соларға әйтеуір біз де бір себепкер болайықшы сол балалардың құран жаттауына. Бүгін дейді керемет оқыдың дейді, Алла разы болсын. Ол кісінің баласы медреседе оқып жүріп кішкене тастап қойған ба, сонда үйіне кетіп қалыпты. Сөйтіп мен жаңағы сол оқыдым, кейін тарихтан кейін мен жазбаған ғой, мен запись кейін жазбаған. Сөйтіп үйіне барып жаңағы шай ішіп отқан кезде ма тыңдаған ғой, енді тыңдаған кезінде тыңдады дейді да, балам отыр дейді, кішкентай баласы 4-ші сыныпта оқиды ау дейді, отыр тыңдап отыр. Бір уақытта орнынан түрегелді дейді да, бөлмеге қарай жүгірді дейді, да бірден отыра қалып Құранды ашып оқып жатыр дейді да. Мен кәдімгідей сол кезде бір андай күшті сезім болады да бәрібір де. Сол менің даусымды былай естіп сол Құранды оқимын деген қызығушылық пайда болғанына ше. Көрдіңіз бе, біз негізі мен айттым ғой жаңа, біз әншейін бір себепкерміз. Сол жерде Құран оқып жатқан маған осылай енді дауыс бергеннің немесе сол жерде оқып жатқанның бір себебі сол арқылы қанша адам мысалы иманға келеді, қанша адам Құранға деген қызығушылығы артады. Мысалы мен мысалы осы жерде отырғанның өзі Алла тағала арнайы алып келіп мені осы жерге қойып отырып қойғызды да қазір. Енді иншалла осыны мысалы естіп отырып қаншама балалар, қаншама адамдар Құранға деген қызығушылығы артып, балам қари болсын деп мен қари бола алмадым, балам қари болсын деп осы тыңдап отырып қазір ойлау мүмкін да, ертең балам қари болсын деп. Мен қазір айтып отырмын ғой, кез келген ата-ана енді баласының қари болғанын қалайды. Кез келген ата-ана қалай қари болдырам деген сұрақ туындауы мүмкін ата-анада. Ол негізі балаға ең жақсы тәсіл, ол негізі бала анасының құрсағы кезден бастап негізі естиді екен ғой. Сол кезден бастап оны Құранмен бейімделетін болса, ол ертең Құранды жаттауда оңай болады. Енді қараңыз, ананың құрсағында Құран тыңдай беру керек. Соның орнында мысалы қанша кино, музыка тыңдауы мүмкін, оның орнына жоқ, музыка емес, Құран тыңдасын, анасына айту керек. Жарайды, өзі тегі бір Құран тыңдағысы келмей баратса, жанына қойып қойсын, Құран қойып қойсын, баласы тыңдасын. Сонымен бейімделеді ол, Құранмен бейімделеді, ананың құрсағында да естиді. Айтып жатады ғой, мысалы, мен балам неге бұндай болды деп ата-аналар айтып жатады. Мен балам неге бұндай болып кетті, неге бұл жолға түсіп кетті, мен бұлай тәрбиелемеген едім ғой деген ата-ананың өкінішін байқап жатамыз. Сол айтып жатқан. Бірақ соның барлығына кішкентай кезден бейімделіп қалуы мүмкін. Ол туылғаннан кейін, бала дүниеге келгеннен кейін де Құранмен бейімделе беретін болса, Құран ести беретін болса, мынау есту қабілет бұл өте керемет қабілет. Есту арқылы жаттау, әсіресе кішкентай бала тез жаттап алады. Тілді де ол естіп жаттайды ғой, дұрыс па? Мама дейді, папа дейді, соның барлығын, ана деп, әке деп, соның барлығынан үйренеді ол. Сол секілді мысалы көріп жатам, кішкентай бала, өзімнің жақындарым, кішкентай бала мысалы бір нәрсені естиді, бірден жаттап алады. Инстаграмдағы бір звуктар, немесе бір кинода бір сондай бір моменттер, кәдімгідей дәл сол жақта айтылған секілді айтып береді да, басынан аяғына дейін ше. Көрдіңіз ба, естіп сол нәрсені жаттап алған да. Мысалы соның орнына Құран тыңдаса, даже кішкентай кезінен баланы тербетіп жатып, оған Құран оқып беретін болсаң, кәдімгідей байқайсың, ана бала тыныш, өте бір керемет жатқанын көресің. Сол нәрсе мысалы тыңдап өскен бала, ертең өскенде мынау даже өспей жатып сол кезде ақ ол Құранның кейбір аяттарын жаттап алады ғой. Кейін мынау ойлаңызшы, сіз қайта-қайта тыңдалған Құран аятты оқыған кезде ертең өзі таңғалып отырады да. Қалай мен миыма Құран тез. Себебі кейбір кісілерді байқадым мен, шынымен де кейбір балаларда. Мен дейді, қазақша нәрсе алып келсе дейді, жаттай алмаймын дейді. Бірақ дәл Құранды алып келсе дейді, тез жаттаймын дейді да. Бұлардың барлығы әсер етеді баланы. Сол үшін мен ата-анаға айтатын, кішкентай кезінен Құранмен бейімделте беру керек та. Құран
құран тыңдата беру керек. Мысалы тура сол бала мысалы соның орнына ол жарайды, ол мультфильм қойып музыка қойып ақ ол тынышталуы мүмкін, бірақ ол сол нәрсені бейімделіп қалады. Ертең соған музыка тыңдаса, бір құлағына жағымды естіліп, құран тыңдаса біртүрлі болып қалуының барлығының себебі сол кішкентай кезден басталады. Кішкентай кезден, сол кезден бастап құран тыңдай беретін болса, құран жаңағыдай қойып қойсын, жарайды, ең жақсы өз оқу, әкесі өз оқу, немесе анасы өз оқу. Тегі ол болмай жатыр ма? Ең болмағанда ютубтан қойып қою да, ютубтан құранды қойып қою ең жақсы тәсіл. Түсінікті, Алла разы болсын. Енді сонымен қатар мына сұхбатымыздың да соңғы бір сұрақ ретінде, бір өзіңіздің бір кеңесіңіз ретінде, осы тыңдап отырған көрерменге, тыңдап отырған бауырларыңызға, мына құран жаттағысы келетін, немесе жаттайын деп жүрген жастар болар, немесе осы тұрғындар болар, соларға бір кеңесіңіз айтар. Енді құран Алланың кәләмі дедік. Алланың кәләмі құранменен байланған нәрселердің барлығы, қарап отырсақ, құранмен байланған нәрселер ең деген атаққа ие болып отыр. Қалай дейміз ғой? Мысалы, Құран кімге түсті? Құран пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи уассаламға түсті. Пайғамбарымыз Мұхаммад, оған Алланың салауаты мен сәлем болсын, кім болды? Пайғамбарлардың ең асылы, ең сүйіктісі болды. Құранды кім түсірді? Құранды Жебірейіл періште түсірді, дұрыс па? Жебірейіл періште түсірді. Жебірейіл періште не болды? Періштелердің ең сүйіктісі болды. Құран қай үмметке түсті? Мұхаммедтің үмметіне, мына бізге түсті, саллаллаху алейхи вассалам. Мына бізге түсті. Біздің үммет не болды? Барлық үмметтердің ең сүйіктісі болды. Дұрыс па? Құран қай күні түсті? Қадір түні түсті. Қадір түні не болды? 1000 айдан да қайырлы түн болды. Құран қай айда түсті? Рамазан айында түсті. Рамазан айы не? Айлардың сұлтаны. Көрдіңіз ба? Енді пайғамбарымыз хадис шарифінде «Хойрукум ма таалламал Құр'ана ва аллама» деді. Сендердің ең жақсыларың Құранды үйреніп, оны үйреткендерің деді. Көрдіңіз ба? Бұда да ең жақсылар. Біз бұдан байқайтын нәрсеміз, Құранмен қарасақ, Құранмен байланған нәрселердің барлығы не болып жатыр? Ең деген атаққа ие болып жатыр, Хадисте де сендердің ең жақсыларың деді. Бұл жерде де Құранмен байланған. Ал енді айтарым, Құран жаттаймын деп жатқандарға, Құран жаттаса, ол да бір Құранмен байланады. Немесе Құран жаттай алмай жүргендер Құранға әртүрлі қызмет етеді. Біреулер, мысалы, Құранға қызмет ету жағы, біреулер тыңдап, оның өз Құранмен байланады. Біреулер жаттап, оның өз Құранмен байланады. Бірақ әрине жаттағанның бұның сауабы өте мол. Ата-анасына тәж кигізеді, қиямет күнінде күннен де жарық болған тәж кигізеді дейді. Құран жаттаған адамның ата-анасына. Ал енді Құран кеңес ретінде айтайын, Құран көп демеу керек. Болды, мақсатты қою керек, бастап кету керек. Күніге үздіксіз жаттау керек. Одан кейін әрдайым арттан қайталауын алып жүрсе бірге, сол кезде өзіне де қиын болмайды. Артынан қайталап жүреді, өзіне жаттай береді. Күніге солай мақсат қойып жаттайтын болса, ол Құран жаттап шығады Алланың қалауымен. Және де ол сену керек та, іштей сену керек. Бұндай да әр адамды болып қалады. Кішкене жаттай алмай жүрсе басында, мен зейінім бұған жетпейді екен, мен тастаймын қой деп. Олай емес. Зейін ашылады ол, тұра береміз солай. Ашылады ол. Басынан кішкене сол қиындықтан өту керек. Жаңа айттым ғой, кез келген нәрсенің өзінің қиыншылығы болады. Дұрыс па? Бастауында, кез келген нәрсенің бастауының қиыншылығы болады. Дәл сол секілді Құранды бастаудың да өзінің сондай қиыншылығы бар. Себебі кез келген нәрсенің фундаментін құру қиын ғой. Құранды да солай бастаған кезінде жаттау қиынға соғуы мүмкін. Бірақ ортасына жеткен кезде ол кәдімгідей не үйреніп кетеді, ары қарай жаттау жеңілдей түседі, кәдімгідей жеңілдей түседі. Басында айтқым келгені басында сынып қалмау керек та. Басында сынып қалмау керек. Көп деген Құран жаттаймын деп келеді да, басында сынып қалып кетіп жатады. Осы нәрседен сақ болу керек.
түсінікті. Алла разы болсын, Иманәлі. Бір керемет сұхбат болды. Енді тыңдайтын көрерменге Алла тағала сіздің разы болып, тек Алла қойған мақсаттарыңыз орындала берсін. Отбасыңыз аман, деніңіз сау, осы оқуыңызды жақсы бір үздік аяқтауды Алла нәсіп етсін. Рахмет.